Мен Ақатжан Нұркелді Айгөз қаласы мектеп жанындағы интернатты бір жалпы орта білім беретін номер 6 мектебінің 8 сынып оқушымын. Менің жобамның тақырыбы дистанция девайс. Жобамның мақсаты көздің көру қабілетін сақтау, адам мен компьютер арақашықтығын бақылау. Қазіргі адам әлемдегі барлық түстерден ләззат алу үшін 5 негізгі сезім мүшесі керек. Көру үшін көз, есту үшін құлақ, иіс сезу үшін мұрын, дәм сезу үшін тіл. Көру бұл нұр. Көз әлемдегі барлық түстерден ләззат алады. Қазіргі дамыған заманда адам баласының жұмысы гаджеттер мен телефондармен байланысты. Көздің көру жайсыздығы мен көздің шаршауын барлықтарыңыз білесіздер. Ал егде жастағы адамдар мен жас балаларға қатысты. Әсіресе жұмысы компьютермен байланысты адамдар жақсы түсінеді. Көздің көруін есептеу үшін бірнәрсе әдіс бар. Бұл әдістер көздің шаршауын қанша рет шықпылықтады, соны есептеп бақылайды. Субъективті әдістер: бас ауруы, көздің қызаруы, жиі көзді уқалау, көздің жас шығаруы. Объективті әдістер: адам әдетте минутына 20 рет жыпылықтайды. Ал кейбір адамдар минутына 6 рет, 7 рет жыпылықтаса, яғни оның көзі қатты шаршады дегенді білдіреді. Қарапайым есептеу әдісі: мысалы, 3 сағат компьютердің алдында отырса, 50 сантиметрден жақын отырса, минутына 8 рет жыпылықтаса, яғни оның көзі қатты шаршады дегенді білдіреді. Көздің көруін қалай сақтауға болады деген сұраққа жауап іздедім. Жетекшіме дистанция девайс деген құрылғыны ұсындым. Бұл құрылғынды жасау үшін осы бөлшектер қажет болды: Arduino Uno блогы, қашықтықты өлшеу модулі, дыбыс шығару, дюпон сымы, светодиод, USB кабелі, батарейка, тоқ сымы. Arduino программа ортасында дыбыстық сигнал арналған пинді енгіздім. Дыбыстық сигнал пин шығыс ретінде орналастырдым. Қашықтық 70 см болған жағдайда жасыл түстің жануы, қашықтықтың 50 см болғанда сары түстің жануы, қашықтықтың 30 см болғанда қызыл түстің жану кодын енгіздім. Осы құрылымды практика жүзінде қалай жұмыс істейтінін сіздерге көрсетейін. Қашықтық 70 см болған кезде жасыл жанады, қашықтық 50 см болған кезде сары жанады, қашықтық 30 см болған кезде қызыл жанады. Осы жобамды қорытындылай келе, қазіргі заманда адам өмірі компьютерлер мен гаджеттермен байланысты. Адам денсаулығындағы көз нұрын сақтап қалу үшін осы құрылғымды ойлап таптым. Болашақта осы құрылғымды толықтай жаңа түрден өткізіп, мектеп мекемелерде қолданылады. Қолданушылардың денсаулығына пайдасы тиеді деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.